Сәлем достар, бүгін сізбенен біргелікте жер жүзінің ең сырлы, ең сирек ұшырасатығын ноқатларынан біріне саяхат етеміз. Беринг бұғазы. Миллион жылдар дауамында бұл жерде табиаттың ең үлкен сынақлары өткен. Инсан жоллары кесіскен, материклердің тағдиры шешілген. Қазір болса бұл аймақтың географиясы, тарихы, табиаты хамде келешек сырларына біргелікте назер таслаймыз. Har bir kadrda sizге сирек ұшырасатығын мағлуматлар хамде таң қаларлық фактілерді ұсынамыз. Беринг бұғазы жер жүзіндегі ең сырлы хамде тарихи ахметке ие орынлардан бірі. Бұл жерде Евразия хамде Америка материклері бір-біріне дерлік қол созғандай жақын тұрады. Оларды бар болғаны 86 километр су ажыратады. Судың астында болса 100 мың жылдардан бері өзгеріп кетірған табиат тарихы жабық кітаптай жатырыпты. Бұл жерде самаллар қатты, сулар суық, климат болса шыдамсыз, бірақ дәл осы жағдай оның сирек ұшырасуын белгілеп береді. Беринг бұғазы дүние географиясында тек қана екі материкті емес, ал екі тарихты да бірлестіреді. Яғни ол арқалы миллион жылдар дауамында хайуанлар, өсімліктер хамде адамлар үлкен материклер арасында көшіп өткен. Әрбір толқын, әрбір самал бөлекшесі бұл жердегі үлкен тарихтың естелігін сақлап тұрғандай. Бұл жер табиат хамде инсан тарихы кесіскен сырлы хамде ұлы даруаза. Беринг бұғазы арқа кеңіліклерде, Евразия материгінің арқа шығыс бөлімінде Чукотка хам Аляска ярыматау арасында жайласқан. Бұғаздың ең тар бөлімі тек қана 85-86 километр болып, судың орташа тереңлігі 30-50 метр, ең терең жері болса 98 метрге жетеді. Географиялық жақтан бұл жер Евразия хамде арқа Америка материклері арасындағы табиғи шекара есапланады. Беринг теңізі арқада Арктиканың Чукотка теңізі менен құбылада болса, Беринг теңізі менен байланысады. Сол себеплі бұл аймақ су ағымлары, климат хамде биологиялық әртүрлілік көзқарасынан айрықша ахметке ие. Ілімпазлардың пікірінше шама менен 20-30 мың жыл алдын глобал мұзлықлар дәуірінде су хадды әдеуір төмен болған. Сол уақытта бұл жерде Берингаверма деп аталған үлкен жер көпірі бар болып, ол арқалы Азиядан Америкаға хайуанлар хам адамлар көшіп өткен. Археологиялық табылмалар соны көрсетеді. Дәслепкі адамлар Аляскаға дәл осы жер арқалы жетіп барған хам кейін ала бүткіл Америка материгіне тарқалған. Қазіргі күнде бұл аймақ геосияси жақтан да ахметлі, себебі Беринг бұғазы арқалы Россия хамде Америка құрама штатлары шекарасы өтеді. Әсіресе екі материкті ажыратып тұрған судың орта бөліміндегі диамет атаулары жүда қызықлы. Үлкен диамет атауы Россияға тиесілі, кіші диамет атауы болса Америка құрама штатлары аймағында жайласқан. Олар арасында тек 4 километр аралық бар, бірақ оларды халықаралық шекара хам хатте халықаралық уақыт сызығы ажыратады. Соның үшін бір атауда күн басланғанда екіншісінде елі түн дауам етеді. Гоя бұл жерде уақыттың өзі екіге бөлінгендей. Бүгінгі күнде Беринг бұғазы Арктикадағы климат өзгерістерін бақылауда текарға лаборатория вазипасын атқарады. Мұзлықлардың ери баслауы, су хаддының көтерілуі хамде су ағысларының өзгеруі бүткіл дүния климатына тәсір көрсетуі мүмкін. Сол себеплі бұл аймақ іліми іздетлеулерде айрықша ахметке ие. Беринг бұғазы тек екі континентті емес, ал адамзат тарихы, геосиясат хамде табиат нызамларын байланыстырып тұрған үлкен сыр болып есапланады. Бұл жерге қарағаныңызда жердің өзі сізге өтміш хақында гәп бергендей болып көрінеді. 100 мың жылдар алдын Беринг бұғазы қазіргідей суменен толмаған еді. Бұл жерде үлкен құрғақлық Берингаверма жер көпірі бар болып, Азия хамде Америка құрғақлықларын байланыстырып тұрған. Сондай-ақ ілімпазлардың пікірінше әйемгі адамлар Азиядан Америкаға тап осы жол арқалы
өткен. Олар мамонтлар, бизонлар һәмде бұғылардың ізіне еріп жаңа жерлерге көшіп барған. Сондай-ақ бұл адамзат тарихы үшін шешуші жол болды деуіміз мүмкін. Яғни дәл осы арқалы бірінші адамлар Америка құрғақлығына жетіп барған. Бүгінгі күнде океан түбінен табылған кесуші құраллар, мамонт сүйеклері һәмде адам жасаған орынлардың қалдықлары бұл хақиқатты дәлелдеп тұр. Әрбір табылма жоғалған дүние хақындағы сырлы күрріңнің бір бөлегі. Беринг бұғазы астында жатқан Берингаверма жер көпірі іліми жақтан жер жүзіндегі ең ірі су астында жоғалған майданлардан бірі болып табылады. Шамамен 30 000 жыл алдын глобал мұзлықлар дәуірінде су қадды қазіргіден 120 метр төмен болған. Бұның нәтижесінде Азия һәмде Америка материктері арасында 1600 километр үлкен құрғақлық пайда болған. Айымғы адамлар бұл жердегі табиғи байлықтардан пайдаланып, аңшылық һәмде теремшілікпенен күн кешірген. Мамонтлар, бизонлар, бұғылар һәмде жыртқыш хайуанлар бұл аймақта еркін жүрген. Археологиялық табылмалар арасында 300-ден астам қырқымлы тас, құраллар және де хайуан сүйектері һәмде отлау ізлері бар. Ілімпазлардың пікіріне бола, адамлар бұл жол арқалы Америка материгіне екі бағдардағы үлкен көшу дәуірінде барған. Бірінші бағдар шамамен 20-25 мың жыл алдын жүз берген. Екіншісі болса 15-12 мың жыл алдын мұзлықлары ери баслағанда Америка асқан. Америкада табылған ең айемгі адам ізлері де тап ұсыны тастиқлайды. Шамамен 12 мың жыл алдын глобал су басланғаннан кейін мұзлықлар тез ери баслайды һәм океан суы көтеріледі. Нәтижеде Берингаверма Асия ақырын су астында жоғалып, қазіргі Беринг бұғазы қалыптасты. Қазіргі уақытта океан түбіндегі су асты зерттеулері арқалы ілімпазлар айемгі дүние жоллары, батпақлықлар һәмде адам жасаған ауыл қалдықларын карталастыруда дауам етпекте. Әрбір табылған сүйек емасы тас құрал адам цивилизациясының дәслепкі қадемлері хақында жаңа мағлұмат ашып береді. Беринг бұғазы апай су жолы емес, ол адамзат тарихындағы ең ахметлі жоллардан бірі болып, материктер арасында мәдениет, тіл һәмде тұрмыс тәрізі тарқалуына себеп болды. Беринг бұғазы табиаттың бейбақы ажайбы. Су һәмде жер арасындағы үлкен биологиялық хазине. Бұл жерде суық Арктика ағыслары һәмде ысы Беринг теңізі ағыслары ұшырасып, өзіне тән экосистема жаратады. Әрбір литр суда жүздеген түрдегі планктонлар жасайды. Олар бүткіл теңіз тіршілігінің тек арғы дерегі есептелінеді. Беринг бұғазы дүниедағы ең ірі теңіз сүт емізушілері һәмде құслар популяцияларынан бірін сақлайды. Бұл жерде тюленлер, моржлар, белуға китлері һәмде хатте касаткалардың үлкен колониялары бар. 100 мыңлаған құслар, кайралар, гагарлар, бобровиклер һәмде поморниклер һәр жылы осы жерде ұя салады. Табиаты қатаң болуына қарамастан бұл аймақ тіршіліктің үлкен толып тасқан бұлағы есептелінеді. Беринг бұғазы географиялық жайласуына көре дүниедағы ең бай биологиялық аймақлардан бірі. Бұл жерде суық Чукотка ағысыменен салыстырмалы жылы Аляска ағысы ұшырасады һәм теңіз астында сирек ұшырасатығын орталық жаратады. Суларда кислород һәмде биоген затлар мұғдары жоғары болған үшін планктонлар таң қаларлық дәрежеде көп. Беринг бұғазы арқалы жайласқан экосистема болса, бүткіл Арктикадағы азық шынжырының текары планктонлардан кіші балықлар, олардан болса үлкен сүт емізушілер һәмде құслар азықланады. Мәселен, бұл жердегі поляр тюленлері һәмде моржлар үлкен колонияларды жасайды. Моржлар әсіресе сүйеклі су өнімлері һәмде моллюскаларменен азықланады. Суларда 30-дан артық кит түрлері ұшырасады. Соның ішінде белуға китлері, ақ кит деп аталатығын сирек ұшырасатығын түр. Горбач китлері океан түбінде аң аулау ұсылыменен белгілі. Касаткалар жоғары дәрежедегі ақыллы жыртқышлар. Құслар дүниясы да жүді бай. Әр жылы бұл аймақта 100 мыңлаған құслар қыслау һәмде ұя құру үшін келеді. Олардың арасында кайралар, гагарлар, бобровиклер, поморниклер һәмде айрым сирек ұшырасатығын түрлер бар. Беринг бұғазының атрапындағы жерлерде болса арктикалық құтып аюлары, арктикалық доңызлар,
тышқанлары hamde басқа да суық климатқа бейімлескен хайуанлар жасайды. Қатаң климатқа қарамастан бұл жерде әр түрлі су өсімліктері, микроскопиялық балықлар hamde планктон түрлері тұрақлы экосистеманы жаратуда ахметлі роль атқарады. Ілімпазлар Беринг бұғазы экологиясын үзліксіз үйреніп келмекте. Себебі бұл аймақ глобал климат өзгерісінде ең сезгір орынлардан бірі болып есептелінеді. Соңғы жылдары мұздықтар тез ери бастауы себеплі су ағымлары, су температурасы hamde биологиялық әртүрлілікте өзгерістер бақыланбақта. Айрым китлер hamde сүт емізушілер популяциясы сезілерлі дәрежеде қысқарған. Бұл болса бүткіл экосистема тең салмақтылығына тәсір етпекте. Беринг бұғазы бүгінгі күнде табиғат үшін жанлы лаборатория сияқты әрбір планктон, әрбір құс, әрбір сүт емізуші бұл жердегі тіршіліктің бейбақа мозаикасын жаратады. Беринг бұғазы миллиардлаған жылдар дауамында табиғат тарапынан жаратылған үлкен геологиялық сахна сияқты. Қазір суменен толған бұл аймақ бір уақытлары материклерді байланыстырған жер көпірі, кейде болса түпсіз теңіз болған. Ілімпазлар тапқан дәлелдер сонан дерек береді. Беринг бұғазы ұзақ тарихында бірнеше мәрте жерге айланып және су астында қалған. Мұздықтар дәуірінде су қатты пәсейгенде адамлар hamde хайуанлар бұл жерде материклер арасында көшіп жүрген. Және де кейін ала глобал су басланғаннан соң мұзлар ериді hamde су және өз қадіне көтеріледі. Әрбір геологиялық қатлам, әрбір су түбіндегі тас бұл жердің айемгі тарихы хақында сөйлейді. Беринг бұғазы табиғаттың құдіреті hamde уақыттың еріксіз харекетін сәулелендіретұғын жанлы естелік болып есептелінеді. Беринг бұғазының геологиялық тарихы жүдә ұзақ жылдар менен байланысады. Әлеми мағлұматларға қарағанда Беринг бұғазының қазіргі рельефі шамаменен соңғы 5 миллион жылдың ішінде қалыптасқан. Материктер асте ақырын харекетленіп арқадағы жер көтерілген, құбыладағы аймақлар болса шөгіп барған. Ілімпазлар су астындағы түпкі қатламларды үйреніп, Беринг бұғазы қазіргі көрінісін алғанша бірнеше мәрте құрғақлыққа айланған һәм және су астында қалғанын дәлелдеді. Бұл процесс тек арна мұздықтар дәуірінде жүз берген. Мұзлар қалыңласқанда су қатты төмендеп, Беринг жер көпірі пайда болған. Су басланғанда болса мұзлар ериді һәм су көтеріліп, жер және жоғалып кеткен. Шамаменен 120 мың жыл алдыңғы ақырғы мұздықтар дәуірінде су қатты қазіргіден 120 метр төмен болған. Бұл уақытта Беринг бұғазы арқылы Азия һәм Америка материктері арасында кең құрғақлық бар болып, онда әртүрлі хайуанлар hamde адамлар көшіп жүрген. Қызығы сонда су астында табылған құм қатламларында айемгі тоғайлар һәм өсімлік қалдықтары сақланып қалған. Бұл ілімпазлардың пікірінше Беринг бұғазы бір уақытлар отлақлар hamde тоғайларға бай аймақ болғанын көрсетеді. Гидрологиялық зерттеулерде соны дәлелдейді. Беринг бұғазы қазіргі су ағыслары системасында шешуші рөлге ие. Бұл жердегі Чукотка ағысы hamde Аляска ағысының соқылық суы тек қана теңіз флорасы hamde фаунасына емес, ал Арктика климатына да үлкен тәсір көрсетеді. Соңғы жылдарда зерттеулер глобалық климат өзгеру себеплі бұл аймақ және де өзгеру алдында екенін көрсетпекте. Мұздықтар тез ери бастау нәтижесінде су қатты және көтерілуі мүмкін. Егер бұл процесс дауам етсе, Беринг бұғазындағы су ағымлары өзгеруі хаттекі бүткіл Арктика экосистемасында жаңа тең салмақлықты пайда етуі мүмкін. Беринг бұғазы геологиялық көзқарастан жер тарихының ашылмаған беті болып табылады. Оның әрбір тасы, әрбір су қатламасы уақыттың сөзсіз куәсі. Бір уақытлары Беринг бұғазы тек қана теңіз емес, ал бүткіл адамзат тарихы үшін есік болған. Шамаменен 20-25 мың жыл алдын Азиядан Америка материгіне дәслепкі адамлар жолға шыққанда олар осы жерден өткен. Айемгі адамлар үлкен хайуанлардың ізіне еріп, аң аулау hamde жаңа жерлер табу мақсатында көшіп барған. Әрбір қадамда олар үшін жаңа қауіп-қатерлер hamde имканиятлар жасырынып жатар еді. Олардың тосықсыз саяхатлары болса Америкада жаңа мәдениетларға текар салды. Беринг бұғазы арқылы инсан цивилизациясының тарқалуы хақындағы ілми дәлелдер 20-ші ғасырда археологиялық табылмалар жәрдемінде тасдиқланды. Шамаменен 30 мың жыл алдын Евразиядағы инсан топарлары hamde әрқилы себеплер, климат өзгеруі, азық-ауқат іздеу емаса үлкен хайуанларды бақылау нәтижесінде арқаға жол алған. Бұл дәуірде мұздықтар үлкен аймақларды қаплаған, су дәрежесі
болса қазіргіден 100 метрден артық төмен болған. Нәтижеде Беринговерма Азия менен Америка материгін байланыстырып тұрған үлкен құрғақлық пайда болған. Айымғы адамлар бұл жерден еркін өтіп, жаңа жерлерде жасау имканиятына ие болған. Археологлар Беринг бұғазы атрапында һәм Аляскада тапқан қырқылған құраллар, хайуан сүйектері һәмде тұрақжай қалдықлары бұл жерде адамлар ұзақ уақыт жасағанынан дерек береді. Мәселен, ақштағы Монтеверде һәм Медоукрофт, Рок-Шелтер сияқты айымғы ауыл қалдықларды айне осы көшу жолын тасиқлайды. Қызығы сонда адамлар бұл жолдан тек бір мәрте емес, ал екі үлкен көшу дәуірінде пайдаланған. Бірінші көшу шамамен 25-20 мың жыл алдын, екіншісі болса 15-12 мың жыл алдын жүз берген. Екінші көшу дәуірінде адамлар жаңа өнерлер, құраллар һәмде мәдени дәстүрлерді алып барған. Америка материгіне дәстепкі адамлардың келуіменен бұл жерде түрлі мәдениетлар рауажланды. Беринг бұғазы тек қана жер көпірі емес, ал адамзат тарихы үшін табиғи есік болған. Ол арқылы инсан тек жаңа жерлерге тарқалып қоймастан, ал жаңа тілдер, үрп-әдетлер һәмде мәдениетларда тарқалған. Қазіргі уақытта океан түбіндегі зерттеулер давам етпекте. Роботлар жәрдемінде табылған тас құраллар, сүйектер һәмде тұрақжай қалдықлары инсанның дәстепкі тарихи қадемлерін және де анығырақ сәулелендірмекте. Әрбір жаңа табылма бізге соннан дерек береді. Беринг бұғазы арқылы жүз берген бұл үлкен көшу адамзат тарихы үшін шешуші ахметке ие болған. Беринг бұғазы бүгінгі күнде тек қана географиялық орын емес, ал геосаяси жақтан да жүдә үлкен ахметке ие. Бұл жер арқылы Россия һәмде Америка құрама штатлары бір-біріне ең жақын келетұғын нұхат есапланады. Екі материкті тек қана 86 километр аралық ажыратады. Бірақ олардың арасында шекара һәмде тарихи саясат тұр. Бұғаздың орайында диамет атаулары жайласқан. Үлкен Россияға, кішісі болса Америка құрама штатларына тиесілі. Олардың арасында бар жоғы 4 километр аралық болса да, бір атауда күн ерте келеді, екіншісінде болса кешірек басланады. Себебі олардың арасынан халық аралық уақыт сызығы өтеді. Бұл аймақ стратегиялық қадағалау нұхаты сыпатында да үлкен ахметке ие. Беринг бұғазы арқылы Россия һәмде ақштың тең шекаралар өтеді. Оларды тек 86 километр су ажыратады. Бірақ сияси, экономикалық һәм әскери жақтан бұл аралықтың ахметі жүдә үлкен. Бұғаз орайындағы диамет атаулары географиялық жақтан айрықша ахметке ие. Үлкен диамет һәмде кіші диамет арасындағы аралық тек қана 3,8 километр. Бірақ оларды бүтін бір күн ажыратады. Себебі халықаралық уақыт сызығы тап осы жерден өтеді. Россия атауына күн алдын басланса, Америка атауына еле кеше давам етеді. Сол себеплі оларды халық арасында бүгін һәмде ертең атаулары деп те атайды. Бұл аймақтың геосаяси ахметі Совет дәуірінен бері үлкен болып келген. Совет ауқамы һәмде ақш арасындағы суық ұрыс дәуірінде Беринг бұғазы стратегиялық бақылау пунктіне айланған. Бұл жерде әскери кемелердің харекеті қатаң бақылауда болған. Хатте 1950 жылларда Америка құрама штатлары бұл аймақ арқылы Советлер ауқамына қарсы арнаулы әскери жоллар жойбарын істеп шыққан. Экономикалық жақтан да Беринг бұғазы үлкен ахметке ие. Бұл жер арқылы Арктика су жоллары арқылы жүк тасу имканияты артпақта. Россияның арқа теңіз жолы бағдарламасы һәмде Америка құрама штатларының Аляскадағы портлары бұл аймақтағы сауда жолларының келешегін белгілеп бермекте. Қазіргі күнде Беринг бұғазы арқылы үлкен мұғдарда нефт һәмде газ қазып шығару имканиятлары үйренілмекте. Океан түбінде үлкен углеводород қорлары бар екенлігі анықланған. Бұл болса, келешекте Россия һәмде Америка құрама штатлары арасында экономикалық біргеслесу ямасы бәсекі процесслерін күшейтуі мүмкін. Экологиялық жақтан болса, бұл аймақтың ахметі және де артқан. Себебі Арктикадағы глобал климат өзгерістері һәмде мұзлықлардың ери баслауы су жолларын ашып жаңа геосаяси имканиятларды жаратып атқаны бақыланбақта. Сондай-ақ экологиялық тең салмақтылықты сақлау һәмде теңіз хайуанларын қорғау бойынша халықаралық келісімдер міне осы аймақта үлкен ахметке ие. Беринг бұғазы бүгінгі күнде Россия һәмде ақш арасындағы ең ахметлі стратегиялық нұхатлардан бірі саналады. Ол тек қана тарихи ахметке ғана ие емес, ал келешектегі глобал саясат һәмде экономикада да шешуші роль атқаруы мүмкін. Беринг бұғазы табиаттың жүрегі сияқты. Оның әрбір өзгерісі бүткіл планета өміріне тәсір етеді.
Глобал суу себеплі Арктикадағы мұзлықлар тезлік менен еріп бармақта һәм бұл процесс Беринг бұғазы экосистемасы үшін үлкен қауіп болып есептелінеді. Мұзлықлардың жоғалуы су дәрежесінің көтерілуіне және де ағымлардың бағдарының өзгеруіне, сондай-ақ теңіз хайуанатларының өмірінің бұзылуына алып келмекте. Моржлар, тюленлер, белуха китлері һәмде мыңлаған құс түрлері өз маканларын жоғалту қаупі астында қалмақта. Бұл жерде жүз беріп отырған өзгеріслер тек қана Арктика емес, ал бүткіл адамзат үшін қауіплі ескерту болып табылады. Ілімпазлардың пікірінше, Беринг бұғазы қазіргі уақытта глобал климат өзгеріслерінің ең анық көрсеткішлерінен бірі болып есептелінеді. Соңғы 50 жылдың ішінде Арктикадағы мұзлықлардың дерлік 30-35% жоғалған. Спутник бақылаулары соны көрсетеді. Егер бұл процесс осы пәтте давам етсе, 2100 жылға барып Беринг бұғазы аймағындағы жазғы мұзлықлар дерлік жоғалу мүмкін. Бұл өзгеріслер су дәрежесінің көтерілуіне алып келеді. Беринг бұғазы арқылы Арктика һәмде Тынық океан сулары өзара алмасады. Ағымлардың өзгеру болса, глобал климат тең салмақлылығына тәсір етеді. Егер су дәрежесі кескін көтерілсе, бұл жердегі көптеген атаулар һәмде құрғақлық жағалары су астында қалуы мүмкін. Экосистемада үлкен қауіп астында. Моржлар, тюленлер һәмде белуха китлері мұз атауларына байланысты өмір сүреді, бірақ олардың маканлары тезлікпенен жоғалып бармақта. Құслардың ірі колониялары, кайтаралар, гагарлар, Атлантика поморниклері өз ұя орынларын жоғалту мүмкін. Сондай-ақ су өсімдіктері һәмде планктонлар да өзгерістерден тәсір көреді. Бұл болса, азық шынжырындағы бүткіл системаны бұзып тастайды. Беринг бұғазы арқылы глобал экологиялық қауіплерді бақылау мүмкін. Сол себеплі бұл аймақ халықаралық іліми орайлар үшін ахметлі зерттеу орайына айланған. Россия, Америка құрама штатлары, Япония һәм Европа мемлекеттері бұл жерде біргеліктегі экспедицияларды өткермекте. Олар су температурасы, ағымлар, дұзылық дәрежесі һәмде теңіз хайуанатлары санын тұрақлы түрде үйренеді. Экологлар Беринг бұғазындағы өзгеріслер тек қана теңіз хайуанатлары, ямаса жергілікті халықтардың өмірі үшін емес, ал бүткіл адамзаттың келешегі үшін шешуші ахметке ие деп есептейді. Себебі Арктикадағы әрбір өзгеріс глобал климаты тең салмақлылығында домино эффектін келтіріп шығарады. Егер мұзлықлар жоғалса, Беринг бұғазы арқылы жаңа теңіз жоллары ашылады, бірақ бұл экономикалық имканиятлар менен бірге жаңа эко-катастрофалар қаупінде алып келеді. Соның үшін ілімпазлар, экологлар һәмде халықаралық шөлкемлер бұл аймақтағы өзгерістерді этбар менен бақылауды давам еттірмекте. Беринг бұғазы инсаният үшін үлкен сынақ нұқаты болып қалмақта. Бұл жерде жүз беріп отырған процесслер тек қана табиғат емес, ал келешек әулетлардың тағдыры үшін да шешуші ахметке ие. Бүгінгі санымыз арқылы сізге тарихтан белгілі болғаны және бір ахметлі орын хақында сөз етуге әрекет еттік. Егер видео сізге ұнаған болса, лайк басын, комментарий жазың һәмде достарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаң. Біз болса, сіз сұраған һәмде күткен темалар үстінде ізденуді давам етеміз. Кейінгі саналарда көріскенше.